Баршаға сәлем. Бүгінгі видеоинструкция Хилакфорте препаратына арналады. Хилакфорте препаратын өндіруші Германия. Хилакфортеның негізгі әсер етуші заты пайдалы бактериялардан тұратын зат алмасудың сулы субстраты. Фармакологиялық әсері биологиялық жолмен ішек микрофлорасын қалпына келтіру. Әсіресе сальмонелла бактериясының ішектен тез шығып кетуіне жақсы көмектеседі. Негізгі көрсеткіштер іш қату, іш өту, диарея, гастроэнтериттер, сонымен қатар аллергиялық аурулар. Жаңа туған нәрестеден бастап кәрі кісіге дейін тағайындалатын бізде бір ғана дәрі, ол осы Хилакфорте. Хилакфорте препаратын тамақ алдында немесе тамақпен бірге ішеміз. Хилакфорте препаратын нәрестелерге 15-30 тамшыдан 3 мезгіл, балаларға 20-40 тамшыдан 3 мезгіл, ал ересектерге 40-60 тамшыдан 3 мезгіл береміз. Препараттың сақталу мерзімі 4 жыл. Ал егер препарат ашылған болса, яғни қолданылған болса, онда 6 аптаға дейін жарамды, бөлме температурасында қолдануға болады. Ішек микроэкологиясы бізде ең көп қызмет атқаратын бөлік. Баланың ішегі сау болса, 80% иммунитетінің дұрыс болғандығы. Яғни Хилакфорте препараты бізде әртүрлі асқортулардың бұзылулары кезінде асқортуды қалпына келтіру үшін керек. Әр жағдайда әртүрлі аллергия шыққан кезде аллергияны жою үшін керек, иммунитетімізді көтеру үшін қажет, зат алмасуға керек, сонымен қатар іш қату, іш өту кезінде ішек микрофлорасын қалпына келтіру үшін өте қажет препарат. Сіздерге Хилакфортеның инструкциясы ұнағаса, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер.